Саламатсыздар ма ағайын? Мен есімім Абзал Сүмбекұлы Малбасқанов, Аруана клиникасының бас дәрігері. Бүгін бізде қонақта десек болады, осы оңалту клиникалық орталығының білікті мамандарының бірі Әйгерім Төлебекованға бүгін тағы да сұрақтар қойсақ деп едік. Бас аурудың себептері неде? Қазақша қарапайым тілмен айтқанда неге бас ауырады? Сол сұрақтарға осы невролог маманнан сұрақтар алсақ жауаптар. Сәлеметсіз бе? Бас ауруының себептері жалпы айтқанда көп. Оның әрқайсысына тоқтала кетсек дұрыс болар еді. Бірінші себебі ол стресстік жағдайдан болады. Екінші себебі ұйқының нашарлануы, ұйқының аз болуынан болады. Екінші жағдай ол гипертониялық ауру, қан қысымының көтерілу себебінен болады. Холестериннің жоғарылануынан болады. Және остеохондроз деген ауру бар. Омыртқамыздың қисаюынан және грыжалардың пайда болуынан болады. Әрі қарай кететін болсақ, қан тамырлардың қысылуынан да болуы мүмкін бас аурулары. Гипертониялық ауру деп айтамыз. Қан қысымы көтерілген кезде бас ауырады. Миға оттегі жетіспейді, қан дұрыс келмейді, одан кейін маған ештеңе жетпей жатыр деп ойбайлау басталады ғой мида. Қан қысымы көтерілгенде бас ауырғаны дұрыс деп ойлаймын. Кейбір адамдарда, мысалы, давление қан қысымын өлшейсің, 200 болады, бірақ олар айтады, мен сезбеймін. Сезбей қалған жаман болады. Инсультке алып келуі мүмкін. Инсультке алып келуі мүмкін, өйткені олар білмейді. Ал егер де қан тамырлары жоғарыласа, бас ауырса, ай басым ауырып жатыр деп қан қысымын өлшейді де, көбісі қан қысымын. Бұл ағзаның беріп жатқан сигналы десеңізші. Бас ауру ағзадағы дұрыс емес болып жатқан дүниеге сигнал беріп жатыр. Тезірек қарал, мен қазір тағы да жаман асқынулар болып кетуі мүмкін деген дүние ғой. Екінші себеп остеохондроз деп айтамыз, ол омыртқаның қисаюынан болуы мүмкін. Оң омыртқа артериясы және сол омыртқа артериясы болады. Омыртқа қисайғаннан тамырлар қысылады да, содан басқа қан бармайды. Оттегі дұрыс бармағандықтан бас тағы да сигнал береді. Маған оттегі жетіспейді, бас ауырады, ұйқы нашарлайды. Бастың құрамында эпифиз деген бөлшек бар. Ол мелатонин гормонын бөлінбейді. Мелатонин гормоны бөлінбегендіктен адам ұйқысы келсе, ұйықтамайды. То есть ұйқысы келеді, көзін жұмады, ойлар болады да, ми тынықпайды. Ана өлең есіңе түсіп кетеді екен. Ұйқым келмейді, содан кейін ұйықтап қаламын дегендей. Иә, әрине. Эпифиздің дұрыс жұмыс істемегендіктен. Дұрыс. Мына сонда қарап отырсаңыз, егер тамырлар қысылатын болса, бақшадағы келіп жатқан арықтың біреу бітеліп қалса, су келмейді. Су келмесе, егін жаңағы біздікі өліп қалады. Сол себептен бас ауру бұл сигнал. Мына өрт болса, үйде жаңа қызыл кнопка жана бастайды ғой. Внимание, внимание деп. Сол секілді бастың беретін жаңағы сигналдардың бірі. Бас ауру. Сосын тағы да бір себептерінің бірі, ұмытып кетіппін айтуға, кешіріңіздер, бастағы ісік те бас ауруға әкеледі. Ісік ауруында көбінесе бас қысып ауырады. Сосын бас ми жарақатынан кейін де бас ауырады. Сол себептер де болуы мүмкін. Ол үшін МРТ түсірген дұрыс деп ойлаймыз. Иә, мына әрине бір сұрақтан екінші сұрақ туындай береді ғой. Адам денсаулығын қалай зерттеу керек? Қазір 21 ғасыр технологияның дамыған заманы. Рентген түсірсек болады ма деген сұрақтар болып қалуы мүмкін ғой. Рентгеннен көріне ме бұл сұрақ? Жоқ, көрінбейді. МРТ, КТ да болмайды да? МРТ. Иә, айта кететін жайт, КТ деген ол компьютерлік томография, МРТ ол магнитті резонансты томография. Сонда бізде мидегі нәзік жіңішке клеткаларды көруге мүмкіндік беретін зерттеу құралы. Солай ғой? МРТ бас миын қарайтын болсақ, егерде жедел травма болса, немесе жедел қан қысымы көтерілетін болса, ол кезде КТ дұрыс. Бас ми сүйек жарақатына КТ дұрыс болып келеді. Ал егерде ол созылмалы ауру болса, онда МРТ дұрыс болады. Иә, бүгін бас аурудың себептеріне жауап беруге тырысып көрдік. Енді бас аурудың себебі әр түрлі. Кейбір адамдарда қарапайым күнде кешке таман той-томалаққа немесе жаңағы көңіл көтеретін орталыққа барғаннан кейін де бас ауырып жатады. Ол бас аурудың себебі ол әрине сатып алған ауру. Бірақ оның да асқынулары болуы мүмкін. Сол себептен жаңағы ішімдік ішіп, тым асыра сілтеп жүрсеңіз, ол да үлкен мидың ақауларына алып келіп жатады. Сол себептен денсаулығыңыздың беріп жатқан белгілеріне көңіл аударып жүріңіздер. Әрқашанда дәрігердің кеңесін алыңыздар. Егер де осы бағдарлама ақпараттар ұнаса, лайк басыңыздар, бөлісіңіздер, достарыңызға таратыңыздар. Рахмет.